Адам өміріндегі ең маңызды тілектердің бірі бәрі жақсы болсын деген тілек. Бұл қарапайым көрінгенімен терең мағынаға ие. Сізде бәрі жақсы болуы үшін деген сөздің астарында мейірім, тілек, қамқорлық, сенім мен үміт жатыр. Бұл адамның адамға деген жанашыр көзқарасының көрінісі. Сізде бәрі жақсы болуы үшін алдымен ішкі тыныштығыңыз болуы керек. Жүрегіңізде реніш емес, кешірім, күдік емес, сенім, қорқыныш емес. Үміт орын алса, өмір әлде қайда жеңіл дейді. Адам өзіне сенгенде айналасына да шапағатын шашады. Сізде бәрі жақсы болуы үшін айналаңызда сізді түсінетін, қолдайтын жақын жандар болуы маңызды. Адамдар жалғыздықта әлсіз. Ал жанында жылы сөз айтып, қолдау білдіретін адам болса, ең үлкен қиындықтың өзі жеңіл сезіледі. Сізде бәрі жақсы болуы үшін денсаулық, уақыт, еңбекқорлық пен сабыр керек. Бақыт пен табыс бір күнде келмейді. Кейде өмір сынақтарын береді. Бірақ сол сынақтар арқылы біз шыңдалып биіктерге жетеміз. Сізде бәрі жақсы болуы үшін өзіңізге шынайы болыңыз. Өз жолыңызды табыңыз. Жүрегіңіздің үніне құлақ түріңіз. Өмір біреу-ақ, оны өзгелерге еліктеп емес, өз болмысыңызды сақтап шын жүрекпен сүру керек. Қорыта айтқанда, сізде бәрі жақсы болуы үшін бұл тек тілек емес, бұл өмірлік бағдар, жан жылуы, адамгершіліктің айғағы. Осындай сөздер адамдардың өміріне жылулық пен сенім сыйлайды. Ендеше бір-бірімізге жақсы тілектер айтып, жанымызға үміт ұялата білейік. Адам өміріндегі ең маңызды қасиеттердің бірі өзін бағалау. Бұл ұғым тек мақтану немесе өзін-өзі көтермелеу емес. Бұл өзіңнің кім екеніңді түсініп, өз қадір-қасиетіңді сезіну, өзіңе деген сенімді қалыптастыру. Өзін бағалайтын адам өзіне талап қоя біледі. Ол өз күшіне сеніп жетістікке ұмтылады, бірақ сол жолда қателіктен қорықпайды. Себебі ол қателікті өсу мен даму жолындағы бір баспалдақ деп түсінеді. Өзін бағалау адамның өміріне деген көзқарасын өзгертеді. Ол қиындыққа берілмейді, әр сәттен сабақ алуға тырысады. Кейбір адамдар өздерін төмен бағалап, өз мүмкіндіктерін шектеп қояды. Менің қолымнан келмейді, басқалар мықтырақ деген ойлар адамның сенімін әлсіретеді. Мұндай көзқарас дамуға, армандарға жетуге кедергі жасайды. Ал шын мәнінде әр адамның бойында ерекше қабілет, талант, күш бар. Тек оны көру үшін өзіңе сеніп бағалай білу керек. Өзін бағалау өзгелерді де бағалауға үйретеді. Адам өзіне құрметпен қарағанда ғана айналасындағыларға да сыйластықпен қарай алады. Бұл қоғамда гармония орнатудың да негізі. Өзін бағалау бұл адамның ішкі күшінің, рухани байлығының, сенімінің белгісі. Өзін бағалай білген адам ғана өмірде өз орнын тауып, бақытты бола алады. Сондықтан әр адам өз құндылығын түсініп, өзіне сенімді түрде өмір сүруге ұмтылуы керек. Уақыт адам баласына берілген ең қымбат әрі қайтарылмайтын байлық. Ол көзге көрінбейді, қолға ұсталмайды.
бірақ әрбір сәті өмірімізге тікелей әсер етеді. Сондықтан уақытты тиімді пайдалану табысты болудың, армандарға жетудің және бақытты өмір сүрудің басты шарты. Көп адам уақыт жетпейді деп шағымданады, алайда уақыт бәріне бірдей беріледі. Тәулігіне 24 сағат. Мәселе сол уақытты қалай қолдана білуінде. Кейбір адамдар сол 24 сағатты дұрыс жоспарлап, көп нәрсеге үлгереді, ал кейбіреулер босқа өткізеді, кейін өкініп уақытты кінәлайды. Уақытты тиімді пайдалану үшін ең алдымен мақсат қоя білу керек. Мақсат адамның уақытты дұрыс бағытта жұмсауына жол ашады. Сонымен қатар күнделікті іс-әрекетті жоспарлау, артық нәрселерден бас тарту, әлеуметтік желілерде ұзақ отыруды шектеу, уақытты үнемдеудің жолдары. Тиімді уақыт ол тек жұмыс пен оқуға ғана арналмауы керек. Демалыс, шығармашылық, отбасыға көңіл бөлу де маңызды. Уақытты тепе-тең қолдану адамның денсаулығы мен көңіл күйіне оң әсер етеді. Уақытты тиімді пайдалану бұл өмірді дұрыс сүрудің бір көрінісі. Уақытыңды қадірлеу, өз өміріңді қадірлеу. Әрбір минутымыз алтынға тең екенін ұмытпай, бос уақытты емес, бос өмірді болдырмауға тырысайық. Уақыт ұстаз, бірақ оның оқушылары аз. Уақыт алтын, бірақ оны сатып ала алмайсың. Өткен уақыт оралмайды, бағалай біл қазіргі сәтті. Уақытыңды жоғалтсаң, өміріңді жоғалтасың. Кеш деген кешірілмейтін уақыт, жоғалту. Бос өткен уақыт, бос кеткен өмір. Ең бай адам уақытын бағалайтын адам. Бір күндік еріншектік бір жылдық өкінішке апарады. Кеше тарих, ертең жұмбақ, бүгін сыйлық, сондықтан оны қазіргі сәт дейді.